Қайырлы күн, құрметті көрермен. Бүгін міне қайтадан мен Анель Алиасқар өзімнің отбасымен, бала-шағамен қыдыруға шықтық. Өйткені балалар мектептен келіп, міне мынандай әдемі саябақта қыдырғанға не жетсін. Енді ең бастысы бұл жай ғана саябақ емес. Бұл тарихқа қатысты. Әр адам өзінің тарихын, әр адам өзінің қайдан шыққанын білу керек. Сондықтан да біз бүгін уақытты пайдалы өткіземіз. Негізі біз жазғы демалысты әдеттегідей Қазақстанда немесе шетелде өткіземіз. Айына бір рет демалуға барамыз, немесе ауылға, ата-әжелеріне қонаққа барады. Атпен қаншама айдың жануарларын көріп, соларды тамақтандырып, ауылдың ауасын иіскеп, бақшада қаншама қызанақ, қияр бар, соларды отырғызып, суғарып, демалып, қап-қара болып балаларым үйге қайтады. Негізі жазғы демалысты бір дәл осылай өткіземіз. Мейрамдарыңыз құтты болсын. Бүгін 25 мамыр, жазғы демалысқа шықтық. Алақай дейміз бәріміз. Жазғы демалыстарыңыз міндетті түрде өте қызықты, өте бақытты, ерекше, есте қалатындай өтсін. Сіздермен бірге болған Анель Алиасқар. Көріскенше сау болыңыздар!